Не отырып кетіп қалдың шырағым. Не хочу. Все, блин, уже шашырап. Мен шашырап кетті. Мен осы 2 аптаның аралығында 2 жыл өмір сүріп тастамады сияқтымын уже. Негізінде шырағым қазір ғашықтық Шерханға ойбай емес, просто осы дүниені сырттан мен дайын болатын едім. И так-то Шерхан сыртта шырағым басқаша сөйлеседі де ортақ негізі, как будто шырағым оған ғашық сияқты да. Солай халыққа көрсеткісі келді. Негізі Шерхан сияқты жігіттер нарцисс деп айтады ғой бізде. Қыздардың нәзік жүрегімен ойнайтын адамдар деп ше. Сыртта айтып, мына жерге келіп дайындап, әдемілеп шығып кетсе де болатын еді, бірақ мына ситуацияда тағы да шырағым ғашық болып қалған Шерханға деген дүниеде. Бұның ата-анасы көріп отыр. Мне кажется, сол сенгендігі, одан аждат етіп қалған, өзіне өкпелеп отырған сияқты қазір шырағымшы. Шынымен неге сыртта айтуға мүмкін осындай дүниелерді? Сыртта мүлдем сөйлеспедіңіздер ме бұл тақырыпта? Талай айттым, Шерхан айтшы, пожалуйста. Суып жүрсең айтшы оны. Мен де ол нәрсеге дайын болып, ортақ сөйлесейік деген сияқты. Мен де іште шынымен де өшіп баратын. Мен бұрынғы шырай емеспін уже. Сосын мен де адам сияқты сөйлесіп керек, бірақ айтпады маған ешкімге. Если айтатын болса, менде бұндай реакция болмас еді. Тағы да мен сатып кеткен сияқты бөлмесім. Мен әке-шешем білмеймін, мазақ қылып. Нормально бар. Шерхан, бүгін саған бірнеше сұрақ қоямын деген бізде Юля ханым, алғашқы сұрағымыз. Менің Шерханға қояйын деген сұрағым бала тәрбиесі жағынан ұл баланы негізі қалай тәрбиелеу керек? Негізі ұл балаға, әсіресе ұл бала болсын, қыз бала болсын, барлығына толыққанды тәрбие беру керек. Енді өкінішке орай біз күнделікті бірге көре алмағандықтан, күнделікті 24 сағат жанында болмағандықтан, ұл баланың өзіне жалпы жанында құшақтап жатқанның өзі әкесінің оны құшақтап жатқанның өзі бір ерекше сезім, ерекше бір беретін, өмірге беретін көзқарасына да ерекше әсер ететін нәрселердің бірі. Тәрбие жағына келсек, қандай болу керек ер адам? Қандай болу керек? Қазір мен мынандай болу керек дегенмен, өзінің жолы, өзінің тағдыры бар. Ол барлық нәрсеге өзі дайын болу керек. Ол бала қанша дегенмен ата-анасы өзінің тәрбиесін береді, бүйтпе деген нәрселерді айтып үйретеді. Бірақ та айтып жатқанымдай ғой, өзінің тағдыры бар, өзінің жолы бар. Сол себептен әр нәрсеге өзі піспеу керек, өзі өте керек. Әсіресе ұл балалар. Қалай ойлайсың, сенің ойыңша бала ата-ана жақты болған дұрыс па, или самостоятельный болған дұрыс па? Өзі шешім қабылдай алатындай, өзінің бір ерекше ойы бар адамның қалыптасқан дұрыс. Өйткені бізде көбісі қоғамда айтып жатады ғой, бала әке-шешесіне жақын болса, мамсік дейді. Бірақ менің ойым, ер бала ол өзінің ойы болу керек деп ойлаймын. Қыз бала, әрине қыз бала әке-шешесінің кәдімгідей қатты ұстап, 18 жасына дейін ұстау керек, ал ер балаларды өзінің өмірін жіберу керек, ол өзі толық жетілу керек. Түсінікті. Айлым, қалайсыз? Сізге бүгін Юля ханым бір сұрақ қоямын дейді. Юля ханым. Менің сұрағым шырайымға былай. Мәселен, Шерхан екеуінің орталарында бір түсінбеушілік болып қалды. Біз енді көп сана жол айтып жатыр ғой, слишком бөліп кеттім деген сияқты. Бірақ ол жерде сенің көз қарасың дұрыс болып тұрып, Шерхандікі дұрыс болмай жатса, сен сол ситуацияны қалай шешер едің? Өзің пікір бермедің, или Шерханның сөзіне көңіл бөлетін едің? Бірінші Шерханнан сұрайтын едім. Шерханның сөзіне бірінші көңіл бөліп барып, оның не айтатынын, не түсіндіргісі келетінін, не түсінгісі келетінін барлығын естіп барып, потом өзім версиямды айтып, компромиссқа келуге тырысып жүрмін. Сен үшін тыңдау маңызды ма, или сөйлесе білу маңызды ма? Маған тыңдай алу маңызды. Маған адам бір-бірлерін тыңдай алған, ести алған маңызды. Түсінікті. Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Біз әдеттегідей эфирға дайынбыз. Мен бүгінгі образым Пешок Махатаева магазинінен. Қараңыздаршы, өте прям стильный лук болып тұр. Джинсы шалбар да, үстіндегі футболка да өзіме қатты ұнап тұр. Мен ссылка тастап кететін боламын Инстаграмның. Қарап өздеріңізге керек образдарды таңдап алсаңыздар болады. Бағалары өте тиімді. Киімдер өте әдемі, но бағалары өте тиімді. Сол себепті тезірек ссылкаға өтіңіздер. Сұрақтарын таңдап отқан қайсысын атып қайтарсам болады деп сөйтсем, мынау көзіме оттай басталды. Сыйлықтарды ертең күтіп алыңыз.
Я люблю тебя деген сөз ғой примерно. Я вас очень сильно люблю. Күтемін, ура, сыйлық аламын бүгін. Точно жібересіздер ма? Позор отпаңыз. Так, мен 5 елде болғаным, 1 елде тұрып келгем. Қытайда тұрғам, Гуанчжоу қаласында. Соны жұмыс жасап, сосын Таиланд, Дубай, Гонконг, Өзбекстан деген сияқты.